Баршаларыңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Садық Ақжол. Бүгін бізде 8-ші семинар Ресей империясының отарлық саясат кезеңдері 17-ші ғасырдағы 17-ші ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ хандығының саяси жағдайы және Әбілқайыр ханның Ресей империясына одақтық шарт жасауы. Ендеше тақырыбымызды бастасақ, 18-ші ғасырдың басы қазақ хандығы үшін өте күрделі ауыр кезең болды. Бұл уақытта елдің тәуелсіздігіне үлкен қауіп төнді. Сыртқы жаулардың шабуылы күшейді, ал ішкі бірлік әлсірей түсті. 17-ші ғасырдың соңынан бастап қазақ қоғамында феодалдық алауыздық тереңдеп, әр жүз өз алдына билік жүргізетін жағдайға қалыптасты. Сұлтандар арасында таққа талас күшейді. Осындай әлсіздікті жоңғарлар, башқұрттар, қалмақтар және Ресей империясы өз саяси мақсатына пайдалана бастады. Бұл кезеңде ең қатерлі қауіп жоңғар хандығының шабуылы еді. 18-ші ғасырдың басында жоңғарлар әскери күшін күшейтіп, қазақ жеріне жиі басып кірді. 1723 жылы тарихта Ақтабан шұбырынды алкоголь сұлама ретінде белгілі алапат қайғылы оқиға орын алып, мыңдаған адам босқынға айналды. Жетісудың бір бөлігі қолдан шығып, қазақ халқының рухы құлдырап, елдің тұтастығы әлсіреді. Әр жүз өзінше қорғануға әрекет жасады. Осы тұста ұлы жүзде Жолбарыс хан, орта жүзде Сәмеке хан, ал кіші жүзде Әбілқайыр хан билік еткен болатын. Әбілқайыр хан осы кезеңде ең ықпалды тарихи тұлғалардың бірі. Ол жоңғар шапқыншылығын тоқтату, елдің бірлігін қалпына келтіру жолында көп күш жұмсады. Алайда ішкі алауыздық пен сыртқы жаулардың қасымдылығы елді қорғансыз күйге түсірді. Осындай жағдайда Әбілқайыр хан елді сақтап қалудың басты жолдарын қарастыруға мәжбүр болды. Оның таңдауы Ресей империясының одақ болу болды. 1730 жылы Әбілқайыр хан Ресей патшайымы Анна Иоановнаға Құтлымбет Қоштайұлы және Сейітқұл Қойдағұлұлын елші ретінде жіберген болатын. Елшілердің мақсаты Ресеймен қорғаныс және өзара көмек көрсету туралы келісім жасау, яғни протекторлық қатынастар орнату. 1731 жылы Ресей патшайымы Анна Ионовна кіші жүздің Ресей бодандығына қабылдануы жөнінде жарлық шығарды. Осылайша Әбілқайыр мен оның ұрпақтары Ресейге адалдық ант берді. Алайда бұл қадам түрліше бағалауға болады. Бір жағынан ол елді жоңғар қаупінен қорғау, қару-жарақ, әскери көмек алу, сауда қатынасты дамыту мақсатында жасалған шешім еді. Алайда Ресей империясы басында ғана қолдау көрсеткендей болды. Біраз уақыт өте келе Ресей өз мүддесіне алдыңғы орынға қойып, қазақ даласына бекіністер сала бастады. Орск, Тройск, Орынбор сияқты әскери орындар тұрғызып, орыс гарнизонын орналастырды. Ресей билігі біртіндеп қазақ ішкі саясатына араласып, тәуелсіздігін шектеуге кірісті. Бұл отарлық саясаттың алғашқы қадамдары еді. Осы тұста Ресей империясы кіші жүзді өз ықпалына алғаннан кейін біртіндеп орта жүзге де саяси бақылау орнатуға кірісті. Орта жүз ресми түрде Ресейге толық бағынған жоқ, бірақ оның билеушілері өзара тартыстан және сыртқы қысымға байланысты Ресейге арқа сүйеуге мәжбүр болды. 1822 жылы Спиранский Сібір қырғыздары туралы жарғысы қабылданды. Осы жарғы бойынша орта жүздегі хандық басқару жүйесі толық жойылды. Хандар орнына аға сұлтандар институты енгізілді. Олар Ресей әкімшілігінен тікелей бағынды. Яғни орта жүз хандық билік Сәмеке, Абылай, Уәли сияқты хандар кезеңінен кейін 19 ғасырдың басында бір жола жойылды. Ұлы жүз 18 ғасырда жоңғар шапқыншылығының негізінен ауыртпалығын көрді. Жолбарыс хан билік еткен бұл аймақта ұзақ уақыт бойы жоңғар ықпалы болды. 1756-1758 жылдары жоңғар хандығының жойылғаннан кейін ұлы жүз аумағы Хунань, кейін Қытай Цин империясының назарында болды. Ресей ұлы жүзге бірден кіре алмады, өйткені ол Жетісу өңірінде тек 19 ғасырдың ортасында толық жетті. Ұлы жүз 19 ғасырдың 40-50 жылдары Ресей империясы ұлы жүздің өз құрамына енгізді.
1846 жылы Шоқан Уәлиханов атасы, Төле би ұрпақтары, сондай-ақ Жанғазы төре секілді билеушілер Ресейге тәуелділікке өтті. Бірақ ұлы жүз ресми түрде хан тағайындамағандықтан хандық билік іс жүзінде 18 ғасырдың ортасында бастап тоқтады. Ал 19 ғасырдың ортасында Ресей әкімшілігі енгізген соң толық жойылды. Осылайша кіші жүз хандығы 1731 жылдан бастап әлсірей бастады, бірақ формалы түрде 19 ғасырдың ортасына дейін сақталды. Орта жүзде хандық билік 1822 жылы Спиранский жарғысымен ресми түрде жойылды. Ұлы жүзде нақты хандық билік 18 ғасырдың ортасында тоқтап, 1840-1850 жылдары Ресей толық саяси бақылау орнатқаннан соң біржола жойылды. Әбілқайырдың таңдауы сол замандағы ауыр тарихи жағдайлардың туған шешім болатын. Егер ол бұндай қадамға бармаса, кіші жоңғарлардың немесе басқа көрші мемлекеттердің ықпалында өтіп кетуі қаупі жоғары еді. Сондықтан оның бұл әрекетін бір жақты сатқындық деп бағалау дұрыс емес. Керісінше ол халықтың аман алып қалуға бағытталған амалдық жол болды. Қорытындылай айтқанда, 18 ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ халқы үшін күреске толы сындарлы уақыт болды. Сол ауыр кезеңде Әбілқайыр хан Ресеймен одақтаса отырып, елді жоңғар қаупінен қорғауға тырысты. Дегенмен бұл келісім кейін Ресей отарлық саясатын басталуына жол ашты. Соған қарамастан Әбілқайыр хан қазақ елінің тағдырын ойлаған, тәуекелге барған тарихи тұлға ретінде бағалауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.